Мен сенің Раббың, ал сен менің құлымсың деп айтады. Қарап отырсақ, ғалымдар мен сенің Раббыңмын, сен менің құлымсың деген сөздің ішінде үлкен мағына жатыр. Себебі Аллах кімде-кімге Алла Тағала осылай айтатын болса, бұл адамның осы өмірдегі ең ұлы дәрежеге жетіп береді. Себебі Алла Тағала бізді кім етіп жаратты? Өзіне құл етіп жаратты. Адам баласына, біздерге, пендеге бұл өмірдегі ең үлкен қызмет бұл Аллаға лайықты құл бола білу. Яғни ең үлкен бақыттың кілті бұл Аллаға лайықты құл бола білу. Алла Тағала баршамыздың құлшылық ғибадатымызды Аллаға қабыл етсін иншаллах. Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір хадисінде "Мән қама рамазана иманан ва ихтисабан ғуфира лаху ма тақаддама мин замбихи". Кімде-кім Рамазан айында Аллаға деген иманмен сауабын үміттенген күйде кешкі намаз оқитын болса, намаз оқитын болса, Алла Тағала оның бүкіл күнәсін намазын кешіреді деген. Сонда "Мән қама рамазан", кімде-кім Рамазан айында намаз оқыса деген сөз қандай намаз еді? Бұл қиямul ләйл, түнгі намаз деген. Сонда қандай түнгі намаз деген кезде Пайғамбарымыз алейхиссалам Рамазан айындағы тарауих намаз деген. Кімде-кім осы тарауих намазын оқытатын болса, оқумен оқитын болса, Алла Тағала иманмен сауабын үміттенген күйде оқитын болса, Құдай Тағала оның бүкіл күнәсін кешіреді деген. Яғни Пайғамбарымыз алейхиссалам біздерді бүкіл насихат жасап отыр. Бірде табиғи Айша анамыздан сұраған екен, Хазірет Айшадан Алла ол кісіге разы болсын, Пайғамбарымыз алейхиссаламның ерекше бір қасиетін айтып жіберді. Сонда Айша анамыз күрсініп айтқан екен, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қашан ұлы бір қасиет болмаған кез болды деген. Сонда Пайғамбарымыз алейхиссалату вассалам бір күні маған келіп маған былай деп айтты дейді: "Айша, рұқсат берсең, мен бүгін өзімнің күнімді Аллаға арнайын деп айтты." Сөйтті де менен рұқсат алып намазға тұрып кетті деді. Сол кезде намаз басталған соң жайлы Пайғамбарымыз алейхиссалату вассаламның көзінен жас шығып, мынау қайнаған қазанның даусындай болып шығады дейді Пайғамбарымыз. Қиямда рукуге барды, рукуге барғанда дәріс қылып сәждеге барып, сәждеге барып тұрады. Тура осылай Біләлдің азан дауысы бізге жеткенге дейін осы дұрыспен намаз оқып деп Пайғамбарымыз түні бойы. Сонда Біләлдің азан естігеннен кейін Пайғамбарымыз алейхиссалам намазын аяқтағаннан кейін не деді? "Я Аллаһтың елшісі, сіз бұрынғы кейінгі күнәларыңыздың барлығын кешірген ғой. Неге өзіңіз сонша қинап намаз оқисыз?" деген кезде Пайғамбарымыз не деді? "Мен шүкір етпей қалған беттерді болмай қалайын" деп тұрмыз. Бізге бүкіл үмметті беріп отыр Алла Тағала. Оңынан да, солынан да, алдынан да, артынан да беріп отыр Құдай Тағала. Бірақ біздегі үлкен бір үлгісінің бірі сол берген үмметті дұрыс шүкір етіп болмамызда. Сонда Пайғамбарымыз алейхиссалам айтады, Алла Тағала маған "Инна фи халқис самауати вал арди ва ихтилафил лайли ван нахар лааятин ли-улил албаб" деген аят түсірді. Яғни расында мынау түн мен күннің ауысып-тұруы ақыл иелері үшін ұлы бір дәлел дейді Алла Тағала. Міне осы аяттың мағынасы отыр ғой дейді. Осымен отырса бізде де Алла Тағала маған осыны жібереді. Мен қалай Аллаға шүкір етпеген пенделерден боламын деп. Пайғамбарымыз алейхиссалам ұлы қасиеттің бірі күнде 70 рет немесе 100 рет истиғфар деген күнәсін кешірген адам болса да. Міне қараңыздар, Пайғамбарымыз алейхиссалам ұлы қасиеттің бірі осындай екен. Құдай Тағала оқып жатқан намаздарымызды, құлшылық ғибадаттарымызды қабыл етсін. Алла Тағала ғалымдарымыз айтады екен, Рамазан айынан кейін осы Рамазан айында адамның ұстаған оразасы, құлшылығы, намазы, жасаған садақасы, зекеті, істеген басқа да амалдардың қабыл болуын үлкен сұрайды. Бейнесі көрінсін. Рамазан айынан кейін адамның жақсылыққа өзгеруіне болады.
дегеннің Рамазаннан кейін жақсы жаққа қарай өзгерейін деген ой болмаса, жаман әдетті тастап жақсы жаққа қарай өтейін деген ниеті болмаса, ғалымдар айтады, ол адам қорқу керек деп санауға. Өйткені ораза қиямет таңда Алланың алдында иә жақсы емес қалай